Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода бананды кімге жеуге болмайтыны туралы айтамыз. Каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыздар. Банан экзотикалық жеміс, оны ұнатпайтын жан жоқ шығар. Банан пайдалы витаминдер мен микроэлементтерге бай. Жемістің құрамында калий, фосфор, темір мен витаминдер мол. Әсіресе В тобындағы витаминдерге бай. Тәбет пен ұйқы қашқан кезде, дене ісінген кезде бананның пайдасы көп. Сонымен қатар, қан қысымы жоғары, баспамен, жүрек қан тамыры ауруларымен ауырған адамдарға банан жеу қажет. Есте сақтау қабілеті нашарлаған, ұмытшақтық кезде де бананның пайдасы мол. Ал ендеше, бананның кімдерге зиян екенін бірге білейік. Бананның пайдасы көп бола тұра, оның кейбір адамдарға зияны да бар екен. Жалпы, банан зиянды жеміс емес, тек кейбір ауруы бар адамдарға не науқастарға жеуге болмайды. Банан көп жейтіндердің басы ауырып, ұйқы басуы мүмкін, сондықтан нормамен жеген жөн. Бүйрегі ауыратын адамдарға банан көп жеуге болмайды. Өйткені банан ағзадағы суды сыртқа шығарып жіберетін жеміс. Ал бүйрекке ағзада судың жеткілікті болғаны қажет. Көктамыры қабынған адамдарға банан аз жеу керек. Жоғарыда айтқанымыздай, бананның ағзадағы суды сыртқа айдайтын қасиеті бар. Ал ағзадағы су азайып қалса, қан тамыры сусап, қоюланып кетеді. Содан қан айналымы нашарлауы мүмкін. Асқазаны ауыратын адамдарға да банан жеуге болмайды. Өйткені банан асқазанда ұзақ қорытылатын жеміс. Ас қорытуы бұзылған жағдайда бананды қорыту қиын болып қалады. Одан бөлек банан қыжылды көтеруі мүмкін. Диабетке шалдыққандардың да банан жемегені жөн. Себебі қандағы глюкоза көтеріп жіберуі мүмкін. Салмағы көп адамдарға да бананды аздап жеген дұрыс. Бананның калориясы көп, онсыз да толық адамның одан әрі толуына себепші болуы мүмкін. Құрметті көрермен, егер де видео сіздерге пайдалы болса, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.